Қайырлы кеш, құрметті жасыл бриллианттар. Міне бізде 46 адам отырмыз. Өте керемет. Өйткені мен осы сөзден бастағым келеді. Бүгінгі отырған адамдардың барлығын құттықтағым келеді. Неге десеңіздер, көп адам өздерінің үйлерінде кешкі астарын дайындап жатыр, не болмаса ұйқыға дайындалып жатыр, не болмаса ой осы зум не керек деп. Бірақ кіріп отырған адамдар өздерінің өмірлерін, денсаулықтарын, болашақтарын ертеңге қалдырмайтын бүгінгі күнмен өмір сүріп, алдарына мақсат қойған адамдар кіріп отыр деп өзім ойлаймын. Сол үшін де мен сіздердің барлықтарыңызды құттықтаймын. Өздеріңізге мархабат етіп, қолдарыңызды шапалақта қойыңыздар. Бұл менің өзімнің әрбір партнерға живая встречада айтатын девизім. Иә, құрметті достар, өйткені біз өзімізді өзіміз мақтамасақ, бізді ешкім мақтамайды біріншіден, екіншіден біз өзіміз осы өмірге келгеннен кейін алып жүретін бізді кім? Бізді ешкім жетектеп жүрмейді, біз өзімізді өзіміз алып жүреміз, иә? Сондықтан шешімді кім қабылдайды? Біз өзіміз қабылдаймыз. Енді құрметті достар, мені танымайтын адамдар болуы мүмкін. Біздің жаңадан келген партнерларымызға мен өзімді таныстырып өтейін. Мен Өскемен қаласында тұрамын, жасым 56-да. Атым Света Нұржанова, осы компанияның бриллианты болып келемін. Біз осы компанияға 2018 жылы май айында келдік, иә? Менен бір ай бұрын Ерлан Бөгенбайұлы келді, Болат Томатаев келді, Бибигүл, Айжан, Рашида Чистыбаева. Осы кісілер менен бір ай бұрын келді 2018 жылы. Сонда мені осы компанияға Бибигүл, менің подругам, Куптиярова, топ-лидер біздің компанияның, 2 дүркін көгілдір бриллианты, иә? Енді қазақша кәдімгідей, біз енді қазақ мектебін бітірсек те қазақша сөйлемедік қой бұрын, жартысы орысша, жартысы қазақша. Осыны бәрін жаттап алдым. 2 дүркін деген сөзді жаттап алдым, көгілдір деген сөзді жаттап алдым. Өте керемет естіледі екен, иә, қазақша. Жақсы, 2 дүркін көгілдір біздің бриллиант компаниясы, менің подругам осы Бибигүл қалай шақырды мені? Мен өзім мына Алла тағалаға сұраныс жібердім. Үйде отырып табыс тапқым келді. Неге десеңіздер, мен өзім денсаулығым өте нашар болды, химиялық лабораторияда жұмыс жасап, содан денсаулығым жарамағаннан кейін 2016 жылы жұмыстан шығып үйде отырған адам болғам. Бірақ денсаулығым нашарлық болған кезде мен өзім басқа бір компанияның биологиялық белсенді қоспасын ішейін деп шешім қабылдап, сонда барғанмын, иә. Содан 100% денсаулығыма ешқандай ем болмағаннан кейін мен ол компанияны да тастадым, жұмысты да ары қарата жалғастыра алмағандықтан жұмыстан шығып үйде отырдым. 2016 жылы ұлым үйленді, 2017 жылы дүниеге немере келді. Енді келінім Семей қаласында медакадемияда оқығаннан кейін бала бағу керек. Мен сол Өскемен қаласынан Семей қаласына барып тұрдым. Семей қаласына барып тұрған кезде 1 жасқа дейін баланы бақтым. 1 жасқа келгеннен кейін мен ол немеремді Өскемен қаласына алып кеп, Өскемен қаласында екеуміз тұрып жаттық. 1 жас 2 айлық немере, мен өзім жұмыс жоқ, денсаулық жоқ, ақша жоқ, бірақ енді табысы, ұлымның табысы өте керемет болды. Өйткені квартирада снимать етіп тұрды, әйелін де асырап тұрды, маған да жіберіп тұрды. Бірақ мен 21 жастағы ұлымнан ақша сұрағым келген жоқ. Киім, ақша, о жағынан ешқандай қысылған жоқпыз, бірақ мен өзімнің қалтамда өз ақшама сүтімді, нанымды, даже немеремнің памперсін бәрін өз ақшама алғым келіп, мен Алла тағалаға осындай бір запрос дейміз ғой, өзім бір арманымды жібердім. Мен өзімнің үйде отырып табыс тауып, қалтамда нанға, сүтке жұмсайтын ақша өзімдікі болса екен деген арманмен отырған кезде Алла тағала не істеді? Маған арманымды орындауға, енді орысша айтқанда, маған навстречу вышла, иә, вселенная. Сол кезде Алла тағала маған кімді жіберді? Маған Бибигүлді жіберді. Бибигүл подругам келді, маған айтты, осындай Биэпик деген интернет-магазин бар, осыны сен түсініп алсаң, үйде отырып-ақ тұрып, осы немереңмен далаға шықпай-ақ ақша табуыңа болады деді. Мен бұл компанияға тек қана ақша табуға келдім, иә, табыс табуға келдім. Өйткені мен болғанға дейін бір компанияда болдым, емдік қасиеті бар шөптерді бәрін іштім, бірақ түп тамырмен ешқандай бір ауруым кетпеді. Сол кезде мен осы компанияға келдім, 2018 жылы 5 майда келдім де тіркелдім. Енді менің осы бүгінгі өткізетін зум тақырыбы шақыру.
бизнесқа адамдарды қалай шақыру деген тақырып. Енді мен бұл компанияға өзімнен өзім білмей келе салып әлгі көктен түскен секілді топ ете түскен жоқпын. Мені Бибігүлдің шақыруы арқылы осы компанияға келдім, иә. Енді қараңыздар, құрметті достар, менің тақырыбым өзі шақыру деп аталғандықтан, бүгін біз адамдарды өзіміздің командаға, осы бизнесқа, ортаға қалай шақырамыз. Бұлардың шақырудың өзінің бір құпиялары болады. Бірінші құпия, ең бірінші өзіміздің сенімділігіміз болу керек, иә. Сенімділік деген ол шешім қабылдай білу, өзіңізге өзіңіз серт бере білу, сөзіңізде тұру, және де не керек екенін өзіңізге соны не қалап тұрғаныңызды өзіңіз білуіңіз керек, ең біріншіден. Сол кезде енді қараңыздар, ең біріншісі, иә, шешім қабылдау. Шешім қабылдайсыз. Сіз осы бизнесқа келесіз бе, келмейсіз бе, сізге шақырған кезде қандай жауап айтасыз. Сол үшін де мен осыдан 2 күн бұрын бір ролик көрдім, иә. Сол кезде мынандай бір бізде американдық бизнес тренерлар өте көп қой, миллионерлар. Соның біреуі былай тренинг өткізіп жатыр да, ортада біз секілді осындай өмірде бизнеспен айналысқысы келетін, өмірін жақсартатын біз секілді бір адамдар сол сабағын сатып алып, соның тренингіне қатысып отыр. Сол кезде айтады, бүйтіп айтады: мен мына ручканы сатамын дейді. Мен мына ручканы сатамын, бұл ручка керемет, осындай жазады деп сөйтіп айтқанда, бизнес тренер не деп айтты? Бизнес тренер айтады: сіз ручка сатып алғыңыз келді. Сіз сатпайсыз, сіз сатып алғыңыз келді. Сіз сол сатып аламын деген адамға қандай сұрақ қояр едіңіз дейді. Сол кезде, мысалы үшін, сіздер бірінші құпия шешім қабылдау. Сіз шақырам деп шешім қабылдайсыз. Мен осы бизнесқа қасымдағы танысымды, не болмаса туысымды, не болмаса коллегамды, көршімді шақырам деп шешім қабылдайсыз. Бірінші. Екінші, сіз ол адамға не керек екен, потребность деп айтамыз қазақша, ол адамға не қажет екенін ең бірінші біліп алуыңыз керек. Бірінші, ол кісіде ақша қажет па, не болмаса денсаулық керек па, е, не болмаса баласының сабағын төлеу керек па, не болмаса баласының денсаулығы ма. Сондай бір екінші, ол кісілердің потребностін білуіңіз керек. Е. Үшінші, сол компанияда қандай жағдай бар, денсаулық, табыс, соны сіз өзіңіз білуіңіз керек. Не ол кісіге ұсына аласыз өзіңіздің компанияңыздан. Осы үш нәрсемен мен өзім солай жұмыс жасаймын, е. Солай жұмыс жасаймын. Бірінші, мен шешім қабылдаймын, кімге ақпарат беремін. Екінші, мен ол кісіге не керек екен потребностін біліп алам. Үшінші, менің компаниямнан ол кісіге не ұсына алам. Иә, осы үш қажеттілікті біліп алуларыңыз керек. Бірінші, жәнегі құпия, өзіңізге сенімді болуыңыз керек. Сенім қай уақытта пайда болады, құрметті достар? Сенім қай уақытта пайда болады? Сенім пайда болады, когда сіз осы шешім қабылдап компанияға келесіз. Келгеннен кейін бұл компанияның бүкіл басынан аяқ беретін мүмкіндігін сіз білетін боласыз. Біліп, енді ізденісте боласыз ғой. Өнім береді, өнімді жейсіз. Өнімді жегеннен кейін сізде не пайда болады? Сенімділік осының компаниямыздың өніміне. Неге? Өйткені сіздер жейсіздер, жегеннен кейін міндетті түрде сіздер нәтиже аласыздар. Ғой, е? Нәтиже аласыздар. Одан кейін нәтиже алып болғаннан кейін міндетті түрде біздің адамдар не істейді келгеннен кейін? Ақша қалай табуға болады дейді. Ең бірінші келген кезде бізде адамдар тек қана денсаулық жоқ, маған керек емес, бұл бір тиын да керек емес, мен денсаулығымды жөндеп алсам болады деп келеді. Бір айдан кейін бастары көтеріліп, қылтиып, кішкене күштері еніп, денсаулықтар жақсы болып, өз аяқтарымен жүре бастаған кезде ақшаны қалай табуға болады деген ақырын сұрақ қояды, е. Сол үшін, құрметті достар, бірінші, осы компанияға келгеннен кейін міндетті түрде сенімділік керек. Сенімділік өзіңізге. Екінші, өнімге 100% сенімділік болады. Өйткені біз өнімді жейміз. Біздің өнім 100% табиғи, 700 аурудың алдын алатын. Таңғы ас, кешкі ас, мен ылғи айтам стримда, таңғы ас, кешкі ас, полдниктар.
полдниктар деп айтам мен. Бул жерде ешкімдеріңіз сұрақ қоймаңыздар. Мен ана буыныма не ішуім керек еді, өт жолым тазалауыма не ішуім керек, геморройыма не ішуім керек, обмен веществ нарушен не ішуім керек деген сөздің барлығына 700 ауруға ем деп біздің мына 21 ғасырдың жаңалығы ол біздің LF8. Сол өнімді қай адам, қай партнер біздің жемесе, сол жесе де любойы әрбіреуі результат алады, нәтиже көреді. Сол нәтижемен өзіңіз алғаннан кейін сіз сенімді боласыз. 100% сенімді, любой ауруға, 700 аурудың алдын алатын профилактика қандай сұрақ болса да жауап бере алатындай. Екінші сенімділік компания. Компанияға сенімділік болу керек. Неге? Компания бізге не береді? Осы өнімді береді. Екінші, бізге компания доход әкеледі, табыс көзін ұсынады. Бізге табыс көзін ұсынады. Осы табыс көзімен табыс тауып отырып, осы өнімдерді осы табыс көзінің арқасында тегін жеуге болады дейді. Үйдегі семейный бюджеттен ақшаны балалардың аузынан, не болмаса мына немередердің ауыздарынан жырып алмай, осы жерде табыс тауып жеуге болатын мүмкіндіктерді көрсетеді. Сол үшін сіздер табыс таба бастаған кезде тағы да не пайда болады? Сенімділік пайда болады. Сенімділік пайда болады. Сенгеннен кейін сіздер оны ұялмай айта аласыздар. Біз не дейміз? Бізге келген компаниямызға әрбір новичок $100 бір айдың ішінде $1000 дейін табысқа шыға алады деп айтамыз. Ол анық қой. Анық, Осы екінші сенімділік. Үшінші сенімділік, сіздің шақырған адамыңыз, сіздің наставнигіңіз жетелеп жүреді сізді, көрсетеді. Оған да сізге 100% сенімділік көрсетесіз. Неге? Өйткені ол сізге мүмкіндік берді. Денсаулықты қалыпқа келтіру мүмкіндігін берді сізге. Екінші, сізге не берді? Осы жерде табыс табуға болатындығын көрсетті. Үшінші, сізден бір күн бұрын келсе де, ол сіздің наставнигіңіз. Осы жерде бірінші осы құпияда сенімділік дегенде, сіздер міндетті түрде өздеріңіздің наставниктарыңызды сыйлайсыздар, шақырып сіздерге мүмкіндік берген үшін алғыстарыңызды айтасыздар. Неге? Өйткені сіздердің көздеріңізді ашып, осы компанияға әкеліп, сіздерді таныстырды. Осындай керемет деген өнімдермен, керемет мүмкіндікпен, және де құрметті достар, мен Zoom-да айта кетейін, эфирде айтатын сөзімді. Бізде 2 қол, 2 аяқ, 2 көз бәрі бірге жүреді, 2 қол. Бұл жерде біздің өмірімізде бір жағымызда ақша, бір жағымызда денсаулық. Егер сіздер ауырып жатып қалсаңыздар, жұмыс істемесеңіздер, ақша жоқ. Ал денсаулыққа керек пайдалы өнімді сіздер ақшамен аласыздар. Сондықтан бұл жерде мен келген әрбір партнерларыма айтам, 2 қол тең болу керек, 2 аяқ тең болу керек. Сондықтан тек қана денсаулығым ойбай деп келіп, одан кейін ақша сұрайтындар өте көп. Сондықтан 2 бағытта бірге келу керек. Бірге келу керек осы жерде. Бірінші анау керек, бірінші мынау керек деген болмайды, Және де құрметті достар, келгеннен кейін бұл кәсіпке келгеннен кейін міндетті түрде өзіңіз лидер болуыңыз керек. Лидер деген не? Лидер деген ол көшбасшы. Сіздер міне жерде отырған адамдардың барлықтарыңызды, ешкім бар, Zoom-ға кір, 47 адам отырсыздар, сіз бар, сен қаласың деп ешкім сіздерді әкелген жоқ. Сіздер шешімді қабылдап өздеріңіз кірдіңіздер Zoom-ға, Ол не деген сөз? Лидерское качество. Сіздер шешім қабылдадыңыздар да Zoom-ға кірейін, не айтады екен? Маған білу керек деген шешім қабылдап кірдіңіздер. Біріншіден. Екіншіден, құрметті достар, сіздер өздеріңізге көмектесу үшін кірдіңіздер. Мен қандай жолды біреуден болмасын бірдеңке естіп қалам, қандай жолмен мен өзіме көмектесем. Сіздер Zoom-ға кіріп маған көмектесіп отырған жоқсыздар. Сіздер өздеріңіз менен ақпарат алуға, өздеріңіз шешім қабылдап, лидерское качество проявлять етіп, кіріп, арғарата қалай жұмыс жасайым деген мақсатпен кірдіңіздер, Енді қараңыздар, лидерское качество әрбір адамда болады. Соны пайдаланып қолдана білу керек. Бірақ көп адам өз өмірлерін ертеңге келеді. Енді бұл жерде мен бір пример айта кетейін. Мен 17-сі, осы октябрьдің 17-сі Павлодарға жиналып отырмын.
Павлодарга жыйналып отуруп мен көптөгөн өзүмдүн командамдагы адамдардын баарына звондап келесиңдер, келмейсиңдер, келесиңдер, келмейсиңдер, эмне жагдай болуп жатыр деп сурап отурум, Сонда бир киши мага айтат: "Мен катты сизди тосуп едим. Менин айелимди вышли у нее дела" дейди. Сосын бирте мен айттым: "Странно" дедим. "У нее вышли дела, а вы при чем" дедим. "Она же не откладывает свои дела на потом. 18 күнү болатын жұмысын ертеңге калтырмай, міндетті түрде 18 күнү баргалы жатыр. А сіз неге менімен кездесуді ертеңге калтыргалы турсуз" десем, "Дұрыс айтасыз, Света. Сіз осымен менің көзімді аштыңыз" дейді. Расында да мен сізбен кездесуім керек екен күнімді мен неге ертеңге шегеруім керек? Мен неге кездеспей калуым керек дейді. Мен айттым, мен сонау бәленбай километр Өскеменнен Павлодарға келе жатырмын. Сіз мына жерде Павлодардың жанында жарты сағаттық жерде Ақсу деген қалада тұрасыз. Мен сонау жақтан келем, ал сіздің әйеліңіздің проблемасы, жұмысы бар екен, сіз маған кездесуге келмейсіз. Сонда сіз өміріңізді ертеңге калтырдыңыз. Айтат, бір адам басынан екі адамның басы артық дейді. Көрдіңіздер ма? Сонда ол кісі менімен хабарласып, алдын ала сөйлескеніне өте қуанышты. Шешім қабылдады, дұрыс шешім қабылдады. Сондықтан, құрметті достар, мына жерде сіздер кіріп отырған лидерлар, молодецсіздер, шешім қабылдадыңыздар. Екіншіден, лидер болу керек, лидерское качестволарыңыз бар. Және де, құрметті достар, мен сіздерге айта кетейін, лидерское качество деген нәрсе ол өз-өздеріңе сенімділік, өнімге сенімділік, компанияға сенімділік және шешім қабылдау, осы өмірде бизнесті алып жүретін адамдарда лидерское качество болу керек. Адамдар екіге бөлінеді. Ведомые, ведущие дейді. Ведущий адамдар, олар лидерлар, сіздер. Ведущий адамдарда команда бар. Сіздерде бір адам болса да команда, значит, сіздер ведущий адамсыздар. Ведомый адамдар не істейді? Оларға бастық керек, оларға начальник керек, істейтін жұмыстарына приказ керек, қағазға қарап, қалған приказбен сомен жұмысқа барып, будильникпен оянат, сосын сағат 6-да 7-де сабақ біте ма, жұмысынан үйіне қайтады. Не бітеді, сағат 6-7 болған кезде үйіне қайтады. Сонда екі типті адамдар болады, ведущий, ведомый. Ведущий сіздер. Өйткені сіздер мына жерде команда болып отырсыздар, командаларыңыз бар, шешім қабылдай аласыздар, и команданы өздеріңіз ведете, өздеріңіздің арттарыңыздан оны алып жүрсіздер. Одан кейін, құрметті достар, өмірде, мысал үшін өмірде, айтады ғой, жалқау адам болмайды екен. Жалқау адам мүлдем болмайды. Барлығы жұмыс істейді. Өмірге нанға, сүтке, жатар орнына, светке, суға ақша табады. Бірақ өмірде, оказывается, мақсатсыз адамдар болады екен. Көрдіңіздер ме? Мақсатсыз. Армандайды, бәрі армандайды. Мысал үшін жұмыс ақырын айтады ғой, чем отличается богатые люди от бедных людей дейді. Сол бедный адамдардың өздерінде де арман бар. Бірақ олардың барлығы армандарын не істейді? Армандарын мақсатқа айландырмайды. Армандап қояды. Сосымен арғарата жүре береді. Бүгінгі күнге нанға, светке, суға, сүтке ақша барма болды, сонымен довольствоваться етеді, арғарата жүре береді. Сонымен ғана екі түрлі адам болып шыға келеді. Богатые люди отличаются планированием, целью дейді, мақсат қояды, ал бедные люди даже өздерінің армандарын мақсатқа айландырмайды. Барымен бізді қазақты өлтіретін немене? Шүкір, тәуба. Тәуба, бүгін бір жейтін нанымыз, жатар орнымыз бар ма? Тәуба. Алдыға жылжымаймыз. Алдыға жылжу үшін біздің артымызға бульдозер керек, көбінде. Енді дүние жүзінде, мысал үшін, қаншама 8 миллион адам бар. 8 миллионның осы Болат, Ерлан, біздің жоғарғы наставниктар санап береді ғой, қанша процент адам ғана осы біздің интернет-магазинмен айналысатын. Көрдіңіздер ма? Және де мен тағы да осы біздің интернет-магазин секілді, интернет-магазиннің владелицы бар ғой, Джек Ма. Сол кісінің айтқан сөзін мен есімнен шығармаймын. Айтады, құрметті достар дейді, у нас не репетиция дейді, у нас жизнь дейді, сегодня, сейчас и здесь дейді. Көрдіңіздер ма, құрметті достар? Өткен күн, кешегі күнді біз қайтарып келе алмаймыз, а ертеңгі күн туа ма, тумай ма, оны біз білмейміз, оны Алла біледі. Сондықтан шешімді қазір біз осы жерде бүгін қабылдауымыз керек.
қабылдай алуымыз керек, иә. Сол кісі айтпақшы, егер сіздерге біреу жоқ, сенің бизнесің жаман десе, мақсаттарыңызды алдыңызға қойған ойбай деп армандарыңызды лақтыра салмайсыздар ғой, иә. Егер біреу сіздерге айтады, ой, сенің қолыңнан келмейді десе, сол мақсатты қоя салмайсыздар, иә. Айтады ғой, біреу сіздерге сенбей жатса, ойбай, маған анау сенбей қалды деп. Ондай адамдар кімге айтып жатыр? Ондай адамдар өздеріне айтып жатыр. Жоқ, бұл бизнес жаман, бұл бизнеспен жүруге болмайды, Светаның қолынан келмейді, Бибігүлдің қолынан келмейді, Гүлнұрдың қолынан келмейді, Гаухардың қолынан келмейді деген адамдар, олар өздеріне жоқ деп айтып жатыр. Бізге емес, өздеріне, иә. Сондықтан біз өзіміздің өмірімізде өзіміз осы бизнесті алып жүру үшін сенімділік қайтадан өзімізге келу керек. Сосын кейін мен постоянно орыс тілінде өткізгенде мен айтатынмын, мына вера в себя, вера в наставника, вера в продукт, вера в компанию дейді. Сол верамыздың, сенімділігіміздің 99,9% сенімділік болып тұрып, 0,01% сенімсіздік болса, қайсы жеңеді, құрметті достар? Әрине сенімсіздік жеңіп кетеді. Білесіздер ма? Сондықтан 99,9% сенімділік деген болмайды бұл жерде. 100% сенімділік болу керек. Вера 100%. 100% болмаса, ол жерде сіздер ар қарата жүре алмайсыздар. Өйткені анау бүйтіп айтты, рас па екен, елепті жеп жүріп, результат алып жүрген адамдардың өздері сөйтіп айтады. Сондықтан 100% табыс тауып отырған адамдардың өздері сөйтіп айтады. Сосын кейін мен жәнегі мына жерге қайтадан оралғым келіп тұр, иә, ведущий, ведомый дегенде. Ведомый адамдар, мысал үшін, иә, оларға начальник керек, приказ керек, жұмыс уақытымен жұмыс істейтін адамдар, олар не істейді? Жәнегі мына жерден бірдеңкені оқыдым да, айтайын деген, тура есіме түскен айтайын деп отырып, ұмытып қалдым ғой мына жердегі сөзін оқып. Ол адамдар, жарайды, это не важно, иә, айтпай қояйын. Ұмытып қалдым, өйткені айтайын деп жатқан нәрсемді. Ғалия недаром орет, иә, не перебивайте деп. Есіңе түседі қазір. Иә. Сондықтан, құрметті достар, мына бизнесқа шақырудың екінші құпиясын және айта кеттім, иә. Соның ішінде ана сила слов деген болады. Сила слов, иә. Сіздер шақырасыздар. Оны қазақша айтқанда сөздің күші дей ма, сөздің мәні дей ма, бірдеңке деп айтады, иә. Енді сила слов деген былай. Құрметті достар, сіздер шақырасыздар. Шақырған кезде былай шақырмайсыздар ғой. Мен бір жерге шақырайын деп едім, не болмаса мен бір нәрсе жеп жүредім деген деп шақырмайсыздар. Сіздерде 100% сенімділік бар. Елепті жетіңіздер, энергия алдыңыздар, көздеріңіз зрениедері жақсарып келе жатыр, суставтарыңыз ауырмайды. Сіз не дейсіз, Бәтші апай? Өй, көрші, мен мынандай бір өнім жеп едім, сені таныстырайын деп едім. Осы сөздің өзін өткізіп айту керек, е, сила слов деген. Оның неше түрлісі бар. Енді орысшасы күштілеп келтіреді, қазақшасы преподнести дейді ғой. Сол мына жеткізудің өзінің бір несі бар, өнері бар. Жеткізіп шақыру керек. Содан кейін біз айтамыз, телефонмен кейде шақырамыз, е, телефонмен кейде шақырған кезде біз приглашениені қайтып жасаймыз. Ана диванда жатып, не болмаса орындықта отырып, тамақ жеп, нәм деп шақыратын болса, ешкім келмейді. Мына отырасыз, кәдімгідей шешім қабылдайсыз, мен міне телефонды алам, дайындалып, уже мына ар жақтағы проводтың ар жағындағы адамдар сіздердің қандай әсерде, қалай сіздер информация бергелі отырсыздар, қай жерге шақырғалы отырғандарыңызды сөздеріңіздің интонациясынан, өздеріңіздің дайындықтарыңыздан да сезу керек, е? Егер сіздер диванда жатып, халатпен, домашний тапочкамен шақырсаңыздар, ол да чувствовать етеді ар жағындағы адамдар. Сол үшін сіздерге келмейді. Дайындық, шақыруға дайындық. Мен бұл шақыру деген нәрсені айтып отырғаным, біз бизнесқа, бұл үлкен бизнесқа қадам өзіміз жасағаннан кейін команда жинаймыз. Командада қандай адам болғанын қалаймыз? Өзіміз секілді, білімді, ары қарата ешкімге берілмейтін, алған мақсатына жетпесе қоймайтын адамдарды қалаймыз ғой. Бәріміз қалаймыз, е? Сол үшін біз өзіміз не істеуіміз керек? Біз өзіміз де сондай лидер болып, сол айтқан нәрсемізді істеп, бізде
не болу керек? Сөздің құдіреті дейді, сөздің құдіреті. Өзімізде де тәртіп, дисциплина, айтқан нәрсемізді істеуіміз керек. Жай сөзбен қалып қалмау керек оның бәрі. Жай сөзбен қалып қалмау керек. Біріншіден, екіншіден, құрметті достар, біз үйде жайбарақат отырып, халат киіп, бүйтіп жатып, не болмаса бүйтіп тамақ жеп отырып, мына балаларға қой деп қойып бүйтіп шақырмаймыз. Біз дайындалып, үлкен бизнесқа, деловой стильде, кәдімгідей сөзімізді нық тақырыбымыздың бәрін дайындап аламыз. Біздің бизнес туралы не айтасыздар, өнім туралы не айтасыздар, оған дайындаласыздар. Сол біздің бизнесті осы жерде көріп, міне жерде жеп, өздеріңіз дәмін татып, табалдырығын аттап, кішкене болсын табыс тауып отырған адамдар, қазір сіздердің барлықтарыңыз бізде Алматыда болатын біздің бизнес интенсивқа дайындалып жатырсыздар, е? Енді кім билет алды, мына жерге плюсик қойып кетіңіздерші. Кім келеді, плюсик қойып кетіңіздер. Кім алды? Көрейін қанша адам алған екен. Бізде енді міне жерде 53 жасыл бриллиант болып кетіппіз. Құрметті жасыл бриллианттар, сіздерді қатты құрметтеп құттықтаймын. Шешім қабылдап кіріп, мені тыңдап отырғандарыңызға. Молодцы, керемет. Енді, құрметті достар, мына лидеры рождаются в мероприятиях дейді, білесіздер ол сөзді, е? Сіздер, мысал үшін, осы мен бір компанияның лидерінің айтқан сөзі есімнен кетпейді. Соны постоянно айтам. Каждый раз дейді, бір встречадан қалсаңыздар, ат басындай алтыннан айырыласыздар дейді. Көрдіңіздер ма? Әрбір кездесуге келмей қалған жағдайда сіздер не ойлайсыздар? Не болып жатыр екен? Қандай ол жерде адамдар бар екен? Қандай өздерінің денсаулықтан алған әсерімен бөлісіп жатыр екен? Қандай неге жетістікке жетіп жатыр екен деген оймен, даже мына жерде айтады ғой, өздеріңіздің энергияларыңызбен алмасу, біреуді көру. Егер бір жерде отыра берсе, суды бір құтыға қойып, 3-4 күн оны ауыстырмаса не болады? Шірейді, сасиды. Біз не істейміз бір жерімізде отыра берсек? Застой боламыз. Обмен энергии жоқ, араласу жоқ. Мысал үшін мен көбінде мынағы декретте отырған мамашалармен сөйлесем ғой, сол кезде айтады ғой, тупею дейді. На глазах у детей, на глазах у родителей, дейді, у супруга, дейді, на глазах у соседей я тупею, потому что сижу 3 года, 5 лет, дейді. Бірінен баланы бірінен соң бірін тапқан кейбір мамашалар болады, молодые, солар айтады ғой, тупею дейді. Сонда бір жерде отыр қалсақ, судың өзі сасиды. Сол секілді бізде отырмау керек. Обмен энергии дейді. Біліммен алмасамыз, нәтижелермен алмасамыз, жетістіктерімізбен алмасамыз, олар бізді не істейді? Алдыға қарата жүргізеді. Біздің армандарымызды ұлғайтады. Ана горизонтымызды расширять етеді. Одан кейін мақсатымыз үлкейеді. Биік мақсат қоямыз. Сосын кейін мына бұрынғы мен болған компанияда мен ол денсаулыққа бардым ғой. Одан кейін барып бизнеске қалдым. Сол жерде ең жоғарғы лидер ПЧП болған Ризабек бүйтіп айтатын: мақсаттарыңызды қойыңыздар дейді, мына айды көздеңіздер дейді. В любом случае жұлдызға түсесіздер дейді. Жұлдыз да жаман емес қой, құрметті достар. Жұлдыз да жаман емес, е? Жұлдызға екінің бірі жете бермейді. Сондықтан биік мақсат қойып үйренесіздер. Барғаннан кейін сіздер көресіздер. Ол жерде масштаб компании, масштаб жәнегі продукции, әртүрлі мемлекет келеді. Ол жерде енді білмеймін, ол жерде кәдімгідей адамдар жанады, сол жанғаннан ары қарата алып кету керек. Одан кейін қараңыздар, самый главный секрет в бизнесе, құрметті достар, в любом бизнесе, любой бизнестағы секрет, ресурс деп айтайық. Ресурстың қазақшасын білмеймін енді. Любой бизнестағы ресурс – это люди. Командаларыңыздағы бір адам болсын, бағалаңыздар. Бір адам болсын, бағалаңыздар, рахмет айтыңыздар. Алла тағалаға благодарность айтыңыздар. Менің командамда бір адам бар, бір адам пайда болды деп. Ол не істейді Алла тағала? Бір адам деген адам басаған, мә адам деп береді сіздерге. Ой, ол команда ма? Мә команда деп береді. Сондықтан рахмет айтып жүру керек бәр нәрсеге,
таңертең тұрғанда күнімізге рахмет айтамыз, командамызға рахмет айтамыз, алдымыздағы асымызға, басымыздағы баспанамызға бәріне рахмет айтамыз. И осы компанияға рахмет айтамыз. Сондықтан, құрметті достар, алтын қор дейді, сол осы бизнестің біздің масштабын көрсетеді. Барғаннан кейін сол жерде неше түрлі мақсат пайда болады. Алдыларыңызға қойған мақсаттарыңыз түк болмай қалады. Ана жердегі көрген мақсатқа жетіп жатқан адамдарды көрген кезде сіздерде неше түрлі мақсат пайда болады, құрметті достар. Және де енді осы Алматыға барғаннан кейін, бизнес интенсивті көргеннен кейін неше түрлі адамдар, мысалы үшін үйде отырған, мен өзім командамдағы Бибайшаны айта кетейінші, менің соны міндетті түрде айтқым келеді, өйткені қараңыздар, инвалид, екінші группа инвалид, кіші дәрет тоқтамайды, синдром Туретта, аузына сілекей ағады, бет аузы қозғалады, мына непроизвольное движение болады, өзін ұстай алмайды, кружкамен тамақ іше алмайды, ештеңе істей алмайды. Сол кісінің қойған мақсаты, құрметті достар, сау адамдыкінен күшті. Сау адамдыкінен күшті. Сол айтады ғой, міне 23-ші жылы менің командама TikTok-тан келді, 2 жылдың ішінде 10 миллионнан астам ақша жинаған. 2 жылдың ішінде 10 миллионнан астам ақша жинады. Жолдасы тастап кеткен, ауырып қалдың деп, туысқандарының бәрі қарамай кеткен. 2 баласымен мектепке барған кезде 5 тетрадьтан ғана сатып беретінмін дейді. Міне, пока 5 тетрадьтың біткеннен кейін 5 тетрадь сатып берем. Инвалид 2-ші группа. Ақша жоқ. Алған инвалидности 10 күнге жетеді. Қалған күндердің бәрі 2 күнге деп бағана мені жөндеп қояды. 2 күнге эфирді айтып отырсам, 2 күнге жететін, 10 күнге емес дейді. Қалған күн бәрі қарызға кіретінмін дейді. Сол кісі өзінің 22 жыл арендовать етіп отырған бір бөлмелі үйін выкупила. 8 миллионын төледі, 4 миллионын рассрочкаға, нотариальный кәдімгідей рассрочкаға қалдырды. Керемет қой, құрметті достар. Керемет па? Керемет, Не деп айтты? Мен ол бриллиантымды чатта поздравить еттім. Өте мықты, керемет, алға қойған мақсатына жетпей қоймайтын адам. Поздравить еткен кезде ол не деп жазды? Құрметті ханымдар мен мырзалар, біздің компания Биепиктің берері өте көп, пайдаланып қалыңыздар деді. Осы мүмкіндікті, осы Биепикті пайдаланып қалыңыздар дейді. Ол қандай адам айтып отыр, құрметті достар? Қандай адам айтып отыр? Біздің бәрімізде ондай диагноз жоқ. Біздің ешқайсымызда ондай проблема жоқ. Біз бәріміз аяқ қолымыз сау адамбыз, бір диагнозымыз бар, 2 диагнозымыз бар, сонымен құшақтап жүреміз. Ал Бибайшада өте ауыр диагноз. Соған қарамастан алдына қойған мақсаты өте биік, өте биік. Және Рзабектік айтпақша, айға мақсат қойып отыр, айға жетем деп отыр осы бизнеспен. Сол Бибайшаның сөзі, Биепик компаниясын пайдаланыңыздар. Мүмкіншіліктеріңіз болғанша пайдаланып қалыңыздар. Берері өте мол. Енді, құрметті достар, бізде, және айттым ғой, лидер рождаются на мероприятияларымыз жәнегі Алматыда болады, одан кейін Алматыдан ары қарата кімнің арманы асқақтап тұр, кім шетелге шыға алмады, кім, мысалы үшін, самолетқа ұшып көрмеген, соның барлығын осы біздің компания арқылы сіздер іске асыра аласыздар. Іске асыра аласыздар. Менің темам кішкене приглашение болу керек болатын, мечта и цели болып кетті. Онда тұрған түкте жоқ деп ойлаймын. Онда тұрған түкте жоқ. Енді бір жағынан айтпасқа болмайды, өйткені біздің алдымызда тұрған біздің мероприятиеміз, біздің жиынымыз, ол Алматы. Алматыдан кейін бізде Турция тұр, құрметті достар. Турциямыз бізде балл жинаумен болады. Айтады ғой, всегда айтады, один в поле не воин. Бәр жерде командная работа. Бәр жерде командный труд болу керек, Бізде бәрімізде наставник бар, бәріміз наставникпіз, Және де, құрметті достар, кім, мысал үшін, айтады ғой, айтады ғой, признанияны қазақша, не деп айтады, признанияны, біз признавать етеміз ғой сізді, Гүлжамал керемет өнімді білет. Я признаю, например, Гүлжамалды серебро жапты, платина жапты деп өсіріп жатырмыз, Ол мойындау. Мойындағанды бәріміз жақсы көреміз, Бәріміз жақсы көреміз ғой. Мойындау, құрметтеу, мойындау.
сосын кейін успех дейміз, успешный болуды. Мына жерде, құрметті достар, не надо гнаться, гоняться за успехом. Успех нужно привлекать. А қалай оны біз привлекать етеміз? Құрметті достар, қалай привлекать етеміз? Когда біз ценный боламыз, мы ценные для других людей, ценные для своей команды, ценные, кәдімгідей мына ортамызға ценный боламыз. Ценность деген ол қалай? Знаниеміз болу керек, личностный рост болу керек, духовный рост болу керек, енді усиленно не надо работать на своей работе деп айтады. Усиленно надо работать над собой. Усилен. Егер усиленно будете работать на работе, онда сіздер не істейсіздер? Өздеріңіздің отбасыларыңызға жақсы көмек, мылай байлыққа жетесіздер. Егер өздеріңіз над собой будете работать, вы сделаете целое состояние. Көрдіңіздер ма? Мысалы үшін мен бұрын работа над собой дегенде мен оқпайтынмын. Ой, духовный рост дегенде де оқпайтынмын. Құрметті достар, оказывается, духовный рост, работа над собой, өзіңмен өзің жұмыс істеу дегенде, ол успех екен, оған жеткен адам. Өзіңмен өзің жұмыс істейсің, минусыңмен жұмыс істейсің, мына благодарность деген нәрсені, доброта деген, понимание дегенде, отдающий деген бәрі соның ішіне кіреді, работа над собойға кіреді, өз-өзіңмен жұмыс жасауға кіреді, құрметті достар. Бұл жерде жетістікке жетеді қандай адамдар? Қандай адамдар жетістікке жетеді? Оқыған адамдар. Оқып, обучениеға келіп, осындай мероприятияларға, жиындарға қатысып, қалмай, наставниктің айтқанын істеп, өзім бірдеңкеге жетем ғой деп, алға мақсат қойған адамдар жетеді. Сондықтан шақырудың өзінің бір мәнісі бар, жәнегі 3 түрлі шақырудың ішіндегі сенімділік, компанияға, өзіңе, өнімге, наставникке, және де алып жатқан доходыңды елге көрсете білу, сөйлегенде сөздің мәнері болу керек, сөздің нәрі болу керек, адамға жеткізе білу керек. Кейбір адамдар болады, құрметті достар, ұялшақ адамдар болады, оны айтпаймын, но бірақ алған әсері мен табысын елге жеткізе алмайтын адамдар болады. Бүйтіп тұратын. Ол бұндай бизнеста олай болуға болмайды. Сондықтан, құрметті достар, енді барлығымызды мен өзім айтып отырмын, Алматы қаласындағы болатын жиынға барамыз деп айтамыз. Алдымызға қойған мақсаттарымыз өте көп. Алматыдан кейін сол жерде өздеріңіздің наставник, және де мен сіздерге айта кетейін, наставник өзіңіздің қалаңызда, өзіңіздің жанында болғанын бәріңіздер қалайсыздар, Ол дұрыс емес. Қай қалада болмасын, біздің бизнес интернетте, құрметті достар, интернетте работа в одном телефоне. Сондықтан, құрметті достар, бұл жерде сіздерге мамаларыңыз, папаларыңыз жандарыңызда болған, ол жаман нәрсеге апарады. Ал сіздер ешқандай жоқ, бүркіт өзінің несін өсе келе птенчигін ұясынан лақтыра салады. Құлап бара жатып, ол ұшып үйренеді. Сол секілді сіздерде де алыста тұрған өте жақсы, өйткені сіздер не істей аласыздар? Өз-өздеріңізді қамшылайсыздар, білімді іздейсіздер. Ана жерден, мына жерден қасыңызда наставник жоқ. Ана зумға кіресіздер еріксіз, мына зумға кіресіздер еріксіз. Оқу үшін, білу үшін, командаға жеткізу үшін кім не айтты, соны түртіп алайын деп. Сондықтан барлықтарыңызға мен ойлаймын, менің бүгінгі зумым, бүгінгі шақыру тақырыбы, темам сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Осымен мен өзімнің темамды, бүгінгі зумымды аяқтаймын. Сіздерге сәттілік, барлықтарыңызды Алматыда кездескенше көптеген команда шақырып, менің бүгінгі берген тақырыбымды пайдаланып, мықтылап тұрып, бір адам болсын әкеледі деген ойдамын. Сіздерге сәттілік, рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет, керемет, Света, Мен ойлаймын, міне енді бүгінгі тақырыпты айттық қой, үш неден тұрады. Ең бірінші шақыру, екіншісі мероприятие мына Алматыдағы, онан кейін Турция деп. Мен сөйтіп байланыстырып айтқам Светаға. Обязательно міндетті түрді Алматымен нені айта кет деп, Турцияны. Енді Турцияға біз шақырып отырмыз қазір. Әр адам, жаңадан келген адам, ол жаққа баратын мүмкіндігі бар деп. Сол үшін байланыстырып отырмыз да.
әр адам барса ол жерде мына өзінің тарелкасы кеңейді ғой, мына танасы кеңейді, көп нәрсені көреді. Светаның өзінде мен көргем, бірге өзіміз неде отырған кезде жылады ғой. Неге жылап отырсың десем, мен неужели осы жерде отырмын дейді. Үлкен алғысымнан жылап отырмын дейді. Слезы радости деп айтып едің ғой сен. Мен жерде отырмын. Осыдан 4-5 жыл бұрын осыны ойлап едім ба деп, міне Таиландта отырған кезде. Сол сияқты Света, сенен басқалардың бәріне жұғысты болсын. Таиландқа барған. Осы жерде отырғанның бәрі артынан еще 2-3 адамды ертіп алып барсын сол Турцияға. Сол үшін мына приглашенияға, шында шақыруға осы 2 тақырып, 3 тақырып бәрі бірге келеді. Бір мероприятие мен Турция бәрі бір жерге келеді. Біз шақырмасақ ешкімді көзіміз ашылмайды. Сол үшін үлкен рахмет, Света. Тек каналға зеленый бриллиант болды. Рахмет, Ани. Барлығымыз зеленый бриллиант болайық. Рахмет, Света. Үлкен рахмет. Молодецсің. Рахмет. Рахмет, Света, рахмет. Рахмет. Света, молодец. Алып отырдым сенмен. Шегелеп тұрып айттың ғой, шегелеп тұрып. Молодец. Супер жыл, супер. Рахмет. Молодец. Жақсы жүргіздің. Қазақша мен орысшаны бірге сәйкес қылдырып